2, 3, Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Ha, Evet, okey. evet. Okey. Шайдым. Я не знаю, в смысле телефон писать. Соңғы рет күрт тілін где-то 5 жыл бұрын сөйлеген ғой. Салт дәстүр бірдеңе сондай сұрап қойшы. Зачем тебе тіл? Сәлем. Сәлем. Салем, құрметті достар. Менің есімім Нигара. Менің есімім Зилола. Есім Омар. Менің ана тілім күрт тілі. Ана тілім тәжік тілі болады. Менің ана тілім Swahili. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Sita, saba, nane, tisa, kumi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habari. Негізі сәлемдесудің бірнеше түрі бар. Қазақ тіліндегі қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн деген сияқты. Күрттерде де рожбаш, эвребаш, черебаш деген сөздер бар. Салам. Teşekkürler. Nasıl diyorsunuz kendi dilinize? Asante sana. Спас. Үлкен рахмет, зор спас. Рахмат. Ташаккур, зиёд. Қоштасудың да бірнеше түрі бар. Ол да мысалы шевы баш деген қайырлы түн, немесе әмреті дрежбе деген амандықта кездесейік деген сияқты қоштасулар бар. Нағзмонен. Kwaheri. Біздің тәжік тілі қазақ, қырғыз, түрк тілдері бір түрк тіліне кірсе, біздің тәжік тілі мөлдемаларға ұқсамайды, алар фарс тіліне кіріп кетеді. Kiswahili ni lugha. Можете на английском, да? Yeah, in English. So Swahili, before 1978, we used to write Swahili using Arabic letters. Then it changed to Latin letters. So we used to write with Arabic letters. Күрт тілінің бірнеше диалекттері бар. Курманджи, Заза, Сорани және тағы да көп түрлері бар негізінде. Бірақ Қазақстан аумағында Курманджи кең таралған. Алайда кең таралған дегенде диалект кең таралған. Алайда күрт тілі онша қатты кең таралмаған және распространенный емес деген. Негізі күрттер ол парсы халықтың бір бөлігі, этносы. Тілдері тәжік, ирандықтар, тәжіктермен ұқсас. Сирия, Иран, Ирак жақтағылар. Сол тілдері сол халықпен ұқсас болып келеді. Swahili is spoken actually it's the most widely spoken African language in Africa, East and Central Africa. And the funny thing is that every region has a different accent. So you can know the person's region from the accent. So my accent is different from someone in Tanzania, for example. Біздің диалекті, бізді қалған жерде тәжік тілінде ананы модар деп айтады, а басқа диалекттерде оча деп айтады. Папаны тоже бір диалекттерде ота деп айтса, басқа диалектте падар деп айтады. Бізде шабаш көп беріледі билеген кезде. Мысалы ұлттық билеріміз Гован деген бар, ол түріктердің қалай байлармен ұқсас болып келеді. Бірақ күрттерде кішкене өзгешелеу. Сол ең бірінші тұрған адамға ақша береді барлығы, шабаш дейді оны. Сол ақша кейін ән айтып отырған, барабан ұрған музыканттарға кетеді негізінде, бірақ кейбіреулер өзіне қалдырады. Мен сияқтылар өзіне қалдырады деп ба. Actually, we share a lot of things with Kazakh people, like culture-wise.
even the foods sometimes, like baursak, we also have it. We call it mandazi, but it's same thing, baursak. And then we have, for example, we also have a lot of love for elders, like our parents, and staying with them and stuff like that. Same like in Kazakh families. I can't think of a specific tradition right now, but there's a lot of tradition that we have which we share with Kazakh tradition, especially. Тысы қазақшаға ұқсап кетері, сіздерді арбузды тарбуз деп айтады, бізде есе дыняны харбуза деп айтады. Бізде негізінде күрдтердің тойында ер адамдар мен әйел адамдар бөлек отырады. Және билеген кезде андай кейбір кездерде бірге шығады да, бірақ в основном бөлек-бөлек билейді. Nawapenda nyote. I love you all. Құрметті көрермендер, мен сіздерге тәжік тіліндегі дасмона сөзін жасырдым. Оның аудармасы қалай деп ойлайсыздар? Оның аудармасы білезік. Қазір сіздерге күрд тілінің бір сөзін жасырамын. Сол сөздің мағынасы қандай деп ойлайсыз? Біремін деген сөз. Біремін деген сөз ол братишка, братишке деген мағынаны біледі. Pronunciation, oh my god, especially the k and the q and the Kazakh, and then there's another one, n and the ng, and the pronunciation is a bit difficult for us because we don't use krill letters, so it's a bit tough sometimes. I think, what else? Oh yeah, of course we can't read krill easily. We have to learn how to read it. Yeah, so someone from another country can't read Kazakh unless you learn the letters. That is also a bit difficult. And also, let me see, spelling, of course, we can't spell. Yeah, we can't spell. Нюанс деймін да, бір нюанс бар. Таза қазақша сөйлеу мен үшін қиындау сияқты. Арасында бір орыс тілді қоса салам, түрік тілінде бір сөз қоса салам, күрд тілінде бір сөз қоса салам. Сол менің ойымша қиын болып тұр. Жалпы мен айтқандай жаңа тәжік тілі, қазақ, қырғыз тілі, түрк тілдеріне ұқсамағаны үшін маға ең көп произношениеда ж, қ, к-ларды айту қиын болған. Wait. Can you Google? Nalia jama nalia, nani anifute chozi. Furaha imekimbia, ninayo tele majonzi. Kooni yamefikia, hata kusema siwezi. Mwenzenu ninajutia, kuyapupia mapenzi. So the poem is about somebody who is in agony, sadness, because of losing a loved one. And so the person is saying that I have given up on love because it pains so much and I don't want to go through the same experience again. Ja, құрметті көрермендер, баршыма муаффақият зиёд дар коратон, дар дарсатон назмонен. Bete nabe, ez çi bıkım delalamın. Bete nabe, çiyabe bilin de be nabe. Bete nabe, ez çi bıkım delalamın. Bete nabe, çavreşamın. Негізі күрд халықтың да өлеңдері, қазақ, орыс халықтың өлеңдері сияқты негізінен махаббат, патриотизмге, махаббатқа арналған. Соның бір өлең бағана оқып шықтым. Ол чаурешамын деп аталады, яғни қара көзім менің. Сау болыңыз, тәшәккүр зиёд.